Құрметті студенттер, бүгінгі тақырыбымыз нарықтық сұраныс және оның икемділігі, икемділік коэффициенті және тауарлардың жүктелуі осы икемділік коэффициенті бойынша. Жалпы нарық дегеніміз бұл тауарлар мен қызметтерді сатып алумен байланысты барлық экономикалық қатынастар. Олар өзара айналым сферасын сипаттайтын тауар ақша қатынастарынан тұрады. Сатушылар мен сатып алушылардың мүдделерін келістіре отыратын құрал болып та табылады. Тауарлар мен қызметтер арқылы кез келген салада әрекетке түсетін экономикалық агенттердің кез келген жағдайында өзара үйлесім табуы. Нарық дегеніміз сұраныс, ұсыныс және баға арқылы өзін-өзі реттейтін механизм. Жалпы нарық дегеніміз үш сұраққа жауап береді. Не өндіреміз, қалай өндіреміз, кімге өндіреміз? Яғни не өндіреміз? Кәсіпорындар шығаратын тауар түрі, кімге өндіреміз? Яғни біздің сатып алушылар, тұтынушылар, және қалай өндіреміз? Яғни біздің өндірісіміз осы тауарды шығаратын. Нарықтың атқаратын қызметтері нарықтық ақпараттық қызмет атқарады, делдалдық қызмет атқарады, және нарықтың баға белгілеушілік қызметін атқарады, реттеушілік қызметі, сауықтырушылық қызмет атқарады. Нарықтың принциптері бұл маржиналды талдау, яғни кәсіпорынға түскен пайданы анықтау, баламалы таңдау, яғни бәсекелестердің бағасымен қарастыру, экономикалық ұтымдылық принципі. Жалпы инфрақұрылым дегеніміз не? Бұл осы кәсіпорындағы тауарларды шығару үшін бірнеше өндірушілердің, яғни шоғырлануы. Бұл қоғамдық өндірістің қалыпты жұмыс істеуі үшін фирмалардың қызметіне және тұрғындардың өмір тіршілігіне әсер ететін шаруашылық ұйымдарының және коммерциялық емес мекемелердің кешенді жұмысы. Негізі инфрақұрылымның үш түрі бар. Өндірістік инфрақұрылым, яғни қалай тауарды өндіреміз. Әлеуметтік инфрақұрылым, яғни тұтынушылардың жағдайы. Үшінші, нарықтық инфрақұрылым, яғни қандай жағдайда, қандай ортада біз тауарды өндіріп шығарамыз. Сұраныс дегеніміз белгілі бір уақытта, белгілі бір бағамен сатып алынатын тауарлар мен қызметтердің көлемі мен санын айтамыз. Баға мен сұраныс көлемінің арасында кері байланыс бар. Бұл сұраныс заңы деп аталады. Сұраныс заңы игіліктің бағасы мен сол игілікті, яғни тауарды сатып алу көлемі арасындағы кері байланысты сипаттайтын нарықтық ұстаным. Сұраныс бағасы, яғни тұтынушыларға қажет ететін баға. Тұтынушылардың берілген тауардың көлемін сатып алу үшін төлеуге дайын және төлей алатын ең жоғарғы бағасын айтамыз. Ұсыныс дегеніміз не? Бұл тауар өндірушілердің бір бағамен бір уақытта сататын тауарларының саны. Ал ұсыныс заңы бұл тауар бағасы мен ұсыныс көлемі арасында тура байланысты айтамыз. Жаңа сұраныс заңы бұл тауар мен сұраныс арасындағы кері байланыс болса, ұсыныс заңы тауар мен ұсыныс көлемі арасындағы тура байланысты айтамыз. Сұраныс пен ұсыныстың өзара әрекеттестігі баға механизмі мен бәсеке негізінде іске асырылады. Бұл ұсыныс пен сұранысты теңестіріп, тепе-теңдік бағаның құрылуына әкеледі. Сіздердің алдарыңызда нарықтағы тепе-теңдік бағасының графигі көрсетілген. Яғни қай жерде артықшылығы болады, қай кезде тепе-теңдік бағасы құрылады, қай жерде тапшылық болады тауарға деген. Егер нарықтық баға тепе-теңдік бағадан артық болса, артықшылық пайда болады. Немесе ұсыныс шамасы сұраныс шамасына артық болады. Егер нарықтық баға тепе-теңдік бағадан кем болса, нарықтық тапшылық пайда болады. Оның мөлшері, яғни бір-біріне тең болады. Икемділік бұл белгілі бір фактордың 1% өзгеруіне жауап ретінде сұраныс пен ұсыныстың қанша пайызға өзгергенін анықтайтын көрсеткіш. Ол көрсеткіш пайыздық өзгеру қатынастарымен анықталады.
Сұраныстың бағалық икемділігі бұл тауар бағасының 1%-ға өзгеруі сол тауарға деген сұраныстың қанша пайызға өзгеретінін көрсетеді. Яғни, бұл көрсеткіш сұраныс көлемінің осы тауар бағасының өзгеруіне сезімталдығын, ықтималдылығын анықтау үшін қолданылады. Ал ұсыныстың икемділігі бұл бағаның 1%-ға өзгеруі ұсыныс көлемінің қанша пайызға өзгеретінін анықтайтын көрсеткіш. Сұраныс икемділігінің формуласы сіздерге көрсетілген. Мұнда сұраныс икемділігі бұрынғы бағадағы сұраныс көлемі, жаңа бағадағы тауар саны, бұрынғы баға, жаңа баға мен анықталады. Егер сұраныс икемділігі икемсіз болса, онда тауарларға деген сұраныстың төмен болуы. Бірінші ретті қажеттілік заттары, сапасы төмен тауарлар, алмастырушылары жоқ тауарлар, уақыт факторы қысқа мерзімді. Егер сұраныс икемділігі бірден жоғары болса, онда сұраным икемді. Икемді сұраныс тауарлары сән салтанат заттары, яғни әшекейлерге, қалыпты тауарлар, күнделікті ағымдағы қажетті тауарлар, алмастырушылары көп тауарлар, яғни басқа да затпен қажетті тауарымызды алмастыра алатын. Яғни уақыт факторы ұзақ мерзімді кезеңге. Жаңағы сұраныс икемділігі төмен болғанда бұл қысқа мерзім болса, уақыт мерзімі, ал сұраныс икемді ол кезде ұзақ мерзімді болады. Бүгінгі тақырып сіздерге жаңа тақырып емес, біз сұраным, ұсыным, нарық жайлы бұның алдындағы дәрістерде де өтіп кеткенбіз. Ал сұраным икемділігіне қажетті тапсырмалар, осы дәрісті пысықтауды біз тәжірибелік сабаққа қалдырамыз. Назарларыңызға рахмет.